Жоғары білім беру жүйесі. Оның тарихы шыны керек мұндаған жылдарды қамтиды. Ежелгі философиялық мектептерден бастап, қазіргі цифрлық заманға дейін ол қалай өзгерді, қалай дамыды. Міне бүгінгі талдауымызда университеттердің тарихын, олардың қоғамға әсерін және әрине білім берудің болашағын бірге зерттеп көрейік. Ал саяхатымызда ең қызықты сұрақтан бастайықшы. Біздің бүгінгі түсінігіміздегі университет деген білім ордасының идеясы жалпы қайдан шыққан? Оның тамыры біз ойлағаннан әлде қайда тереңде жатыр. Мынаған қараңыздаршы, өте қызық дерек. Университет сөзі латынның universitas, яғни ортақтық, бірлестік деген сөзінен шыққан екен. Бірақ бұл бастапқыда ғимараты бар білім ордасы болмаған. Керісінше бұл ұстаздар мен шәкірттердің өз мүдделерін қала білігінен, шіркеуден қорғау үшін құрған бірлестігі, кәсіподақ сияқты бір нәрсе болған. Ойлап көріңізші, олардың тепті өз ғимараттары да болмаған. Сабақтарды шіркеулерде немесе жалға алынған бөлмелерде өткізе берген. Алғашқы университеттердің пайда болу географиясы да өте ауқымды. Қазіргі университеттердің негізі міне біздің заманымыздың 425 жылы Константинопольда ашылған философиялық мектептерден бастау алады. Ал 988 жылы Каирде құрылған Әл-Азар университеті әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Ол маңызды білім орталығына айналды. Европадағы ең көне университет деп 1088 жылы негізі қаланған Болонья университетін айтамыз. Ол сауда жолдарының тоғысында орналасып, әсіресе құқық саласының мықты мамандарын даярлаумен танымал болды. Көп ұзамай 1107 жылы Англияда атақты Оксфорд университеті пайда болды. Ал енді білім берудегі үлкен бір бетбұрысқа келейік. Орта ғасырларда білім толығымен шіркеудің бақылауында болды да, схоластикаға, яғни діни қағидаларды дәлелдеуге ғана бағытталды. Бірақ ағартушылық дәуірі келгенде парадигма толтай өзгерді. Білім енді тәжірибеге, логикаға және сыни ойлауға негізделген ғылыми танымға қарай бет бұрды. Міне осы кезден бастап білім шіркеу ықпалынан біртіндеп азат бола бастады. Бұл өзгерістердің басында әрине Вольтер, Руссо, Монтескье сияқты ойшылдар тұрды. Олар қоғамдағы теңсіздік пен кедейліктің басты себебі надандық деп санап, ғылыми білімді тарату арқылы ғана әділетті қоғам құруға болады деп есептеді. Әсіресе ағылшын философы Фрэнсис Бейконның білім күш деген сөзі қанатты сөзге айналып, схоластиканы қатаң сынға алып, ғылымның тәжірибеге негізделуі керектігін дәлелдеп берді. Дегенмен ұзақ вақыт бойы жоғары білім тек ауқаттылар мен дінбасылардың ғана игілігі болып келді. Бірақ 20 ғасырдағы индустриялық революция бәрін өзгертті. Заводтар мен фабрикаларға, жаңа мемлекеттік аппараттарға сауатты инженерлер, дәрігерлер, мұғалімдер керек болды. Соның нәтижесінде жоғары білім енді элиталық артықшылық емес, көпшілікке қолжетімді бола бастады. Дәл осы жаппай білім беру толқыны әрине Кеңес одағының бір бөлігі ретінде Қазақстанға да жетті. Жаңа қоғам құру үшін жаппай сауаттандыру және жергілікті мамандарды даярлау саясаты жүргізілді. Міне экранда Қазақстандағы тұңғыш жоғары оқу орны 1928 жылы құрылған Абай атындағы педагогикалық институттың ғимараты тұр. Қазақтың алғашқы зиялы қауымының жаңа буыны дәл осы оқу орнында тәрбиеленді десек болады. Бұл тек бастамасы еді. Бірінші оқу орнының өзін ала, еліміздің экономикасының негізгі салалары үшін мамандар даярлайтын институттар бірінен соң бірі ашыла бастады. 1929 жылы зооветеринарлық, 1930 жылы ауыл шаруашылық, 1931 жылы медицина институттары құрылды. Ал 1934 жылы бүгінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ретінде танымал Қазақ мемлекеттік университетінің негізі қаланды. Бұл оқу орындары ел дамуының нағыз іргетасына айналды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның білім беру жүйесі әлемдік кеңістікке белсенді түрде ене бастады. Соның ең жарқын мысалдарының бірі 2014 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанынан ашылған Сорбонна Қазақстан институты. Бұл әйгілі Париж Сорбоннасының орталық Азиядағы тұңғыш филиалы. Уақыт алға жылжып, 20 ғасырның соңында тағы бір үлкен революция болды. Бұл интернеттің пайда болуы. Ол білім беру саласын түбегейлі өзгертті десек, артық айтқандық емес. Шексіз ақпарат ағыны, әлемнің түкпір-түкпіріндегі студенттер мен ғалымдардың бір-бірімен лезде байланысу мүмкіндігі, білімнің дамуына жаңаша серпін берді. Цифрландырудың ауқымы қандай дейсіз ғой?
ЮНЕСКОның деректеріне сүйенсек, 2025 жылға қарай әлемдегі білім беру жүйелерінің 70% цифрлық технологияларды негізгі құрал ретінде қолданатын болады. 70%. Бұл дегеніміз, біз жаңа білім беру парадигмасының табалдырығында тұрмыз. Әрине, бұл үдерістің екі жағы бар. Бір жағынан Coursera немесе отандық Білімланд сияқты платформалары арқылы сапалы білім бұрын соңды болмаған деңгейде қолжетімді болды. Оқу кестесі икемді, білімді әркімнің қажеттілігіне қарай бейімдеуге болады. Екінші жағынан, ақпараттың тым көптігі, жалған деректер, ауыл мен қала арасындағы цифрлық теңсіздік және дайын ақпаратқа сүйенуден туындайтын сыны ойлау қабілетінің әлсіреуі сияқты жаңа мәселелер де бар. Осы талдауды қорытындылай келе мынадай бір философиялық сұрақ туындайды. Цифрлық технологиялар білім беруде адамның орнын баса ма, әлде оның мүмкіншіліктерін арттыратын құрал ғана болып қала ма? Бұл сұрақтың жауабы меніңше білімнің болашағын анықтайды. Себебі шынайы прогресс технологияның өзінде емес, оны адамның қалай дұрыс қолдана білуінде жатыр. Осы туралы ойланып көруге шақырамыз.